Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 3-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: 19-шы ғасырда сыр өңіріндегі қазақтарға қысым көрсеткен мемлекеттерді көрсетіңіз. Д нұсқасы: Ресей және Орта Азия хандықтары. Екінші тапсырма: Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтерілістің қамтыған аймағын анықтаңыз. Сыр бойында. Е нұсқасы: 1856-1857 жылдары Нұрмұхамедұлы басқарған көтерілістің тірегі болған қаланы белгілеңіз. А нұсқасы: Жаңа қала. Есет Көтібарұлының Ресей империясына қарсы көтеріліс барысындағы іс-қимылдарын анықтаңыз. Е нұсқасы: сауда керуендері мен жазалаушы отрядтарына соққы беруі. Бесінші тапсырма: 19 ғасырдың ортасындағы отаршылдыққа қарсы көтерілістің себептері мен нәтижесін сипаттаңыз. Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтеріліс себебі: Орта Азия хандықтарының шабуылдары. Көтерілістің нәтижесі: Жанқожа батыр Ақмешітке дейін жорық жасады, қоқандықтардың әскери жасағын талқандады, Қосқорған бекініс қамалын басып алды. Жергілікті қазақтар Қоқан езгісінен азат етілді. Жоламан Тіленшіұлы көтерілісі себебі: Елек өзені бойындағы жерлерді қайтарып алу. Көтеріліс нәтижесі: көтеріліс кезінде Жоламан Тіленшіұлы 195 сарбазынан айырылды, 125-і тұтқынға түсті. Көтеріліске қатысқан ауылдарға өрт қойылды. Есет Көтібарұлы көтеріліс себебі басталу: Жем Ырғыз бойына жақындаған орыс әскерлеріне наразылығы. Ресеймен 20 жыл бойы жанқиярлықпен күрес жүргізген Есет батыр 1858 жылы өз еркімен Ресей империясының бейбіт келісім жасау жөніндегі шартын қабылдады. Көтерілістің осы үш көтерілістің ортақ себептері: Ресей империясы және Орта Азия хандықтарының қысымына қарсы тұру. Алтыншы тапсырма: Қазақ хандығының отарға айналуына әсер еткен факторларға талдау жасаңыз. Саяси факторы: қазақ хандары мен сұлтандарының билігінің әлсіздігі. Әлеуметтік факторы: руаралық тартыстар, жайылым жерлерге талас тартыстар. Жетінші тапсырма: Қазақстанның Ресей империясының отарына айналуына байланысты пайда болған ұғымдарға сипаттама беріңіз. Казак — Ресейге әскери қызмет көрсететін әскери сословиялық топ. Десятина — 1,09 гектар жер өлшемі. Жарғы — басқару ережесі немесе заң. Бекініс — тұрақты әскери қару-жарағы бар, қажетті азық-түлікпен қамтамасыз етілген әскери стратегиялық тұрғыдан маңызды тұрақ. Сегізінші тапсырма: Зарзаман ақындарының өз жырларында көтерген мәселелерін анықтаңыз. Дулат Бабатайұлы: Аягөз, қайда барасың? Айтуға ауыз келе ме? Аягөз кімнің жері еді? Жер сауырын жайлауды ел сауыры дер еді. Жер кімдікі дегенде аға сұлтан қазылар не деп жауап береді? Осы өлеңде көтерілген мәселе жер мәселесі көтерілген. Қазақ жерлерінің күшпен тартып алынуы. Шортанбай Қанайұлы: мына заман қай заман? Арқадан дәурен кеткен соң, қуғындап орыс жеткен соң, тіпті амал жоқ қазақтар, енді сенің торыңа орыс бүркіт біз түлкі, аламын деп талпынды, орыстан қорлық көрген соң, отырып билер алқынды, бұхарға жетер күн болса, тыншытар ма едің ұйқынды. Би сұлтандар билігін сынау және орыс отаршылдығын көрсетілген. Мұрат Мөңкеұлы Үш қиян шығармасында: елді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойдағысы болғаны, қоныстың бар ма қалғаны. Осы ода көтерілген мәселе Қазақстанның батысындағы Ресей империясы тартып алған аймақтар жайы айтылады. Тоғызыншы тапсырма: Қазақ зиялыларының қалыптасуының маңыздылығын жазыңыз. Халықтың мұң-зарын тыңдап, халық жағдайын жақсартумен айналысты. Отаршылдыққа қарсы пікір білдірді.
халықтың рухын көтерді. Қазақ халқының тарихын, мәдениетін, тілін сақтауға үлес қосты. Қазақ халқына қызмет етіп, халық жағдайын ойлады. Осымен ТЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.